Әлімғазы Дәулетханұлы аға, сіз мынау өткен ғасырдың куәсісіз. Мынау Қызыл империяның, кеңестік Қызыл империяның, Қытай Қызыл империясының қуғынын көрген, соның салқын ызғарын жүрегіңізбен сезініп, сол ортада қан кешпесеңіз де қан кешулерді көрген азаматтардың қатарында небір тарихтың куәсі болған, кейінде соның бәрін бағамдап қағазға түсірген қайраткер тұлғасыз. Былайша айтқанда тарихтың тірі куәгерсіз. Өз өмір тарихыңызбен алып айтқанда, бізге осы кеңестік зұлмат, немесе Сталиндік зұлмат, Голошекиндік зұлмат, немесе Қытай Қызылының зұлматтары осы қуғын сүргін күніне орай қандай бір зұлмат жасағандығы туралы өзіңіздің айтар ойыңызды, бастан кешкен тарихыңызды, ойға түйген түймедей сырларыңызды бөліссек деп, мына әдейі қуғын сүргін күндері, құрбандар күні орайымен өзіңізді деп келіп отырмыз. Рахмет. Мына қазақстандық отандастарымның біреуі біледі, біреуі білмейді. Қытайдағы қазақтар 1958 жылдың аяғына дейін, Қазақстандағы 30 жылға дейін қазақтар қалай өмір сүрген болса, Қытайдағы қазақтар да дәл сондай өмірді Қазақстандық жерде қырғыннан 30 жылдық кейін тағы сондай мамырайқан өзінің көшіп қонып, дәстүрлі 4 маусымдық көші қонымен, малыменен, егісіменен, қыстау жайлауыменен қоныстанып еркін өмір сүрді біршама. Бұл жерде 29 жылдан басталды, 32-нің аяғына шейін не болғаны бүгінде осы қуғын сүргін күні және саяси репрессия жаныштауға байланысты бір еске алу, тарихты еске алу тұрғысында бір арнайы дата белгіленгеніне де өзі бір 30 жылдай болып қалды. Жылда осы аталып өтіледі, әр жылдар әр түрлі деңгейде. Ал енді менің осы мәселеге туралы ой қорытып, өзіндік пікір айтуыма себеп болған нәрсе биылғы мына қуғын сүргін құрбандарын еске алу, ашаршылық құрбандарын еске алуға байланысты жүргізілген науқанға менің көңілім толмағаннан шығып отыр әңгіме. Арысын айтатын болсақ, бұл әңгіменің басталғаны 1954 жылғы Хрущевтің партияның басшылығына келгеннен кейінгі жеке басқа табыну, сталиндік зорлық-зомбылық туралы алғашқы қаулы шығып, Сталинге баға беруден басталды. Сол 54 жылдан кейін мынау нақақ атылған, шабылған деген біраз адамдарды делосын қайта қарап, оларды кінәсіз деп жариялады. Содан бері қарай бұл әр түрлі деңгейде Совет өкіметі тұсында да осы мәселе қолға алынды. Мынау 86 жылдан кейінгі мынау Горбачевтың қайта құру деген сияқтанып, бүкіл тарихқа, 50 жылдыққа, 70 жылдық тарихқа баға беру кезінде де бұл мәселе тағы науқандық ретінде жүргізілді. Көптеген істер ашылды, көптеген адамдардың кінәсіз екендігі заңды түрде ақталды. Енді осында екі нәрсе бар. Бірі, сол осы 70 жылда нақақтан зәбір көрген, атылған, шабылған, қуғындалған, лагерге айдалғандарды туралы әңгіме көп. Ал енді осыларды кім атты? Кім атуға дейін осылардың
делосын жасап осыларды айыптаған адамдар кімдер деген мәселе бүгінге дейін айтылған емес. Жәбірленуші бар, жәбірлеуші жоқ. Қарап отырсаң, нақтылық жәбірлеуші жоқ. Өйткені Кремльде Сталин мен жаңа Голощекин немесе Ежептер Қазақстанға келіп, Қазақстандағы осы делоларды қалай жасауды, кімдерді ату, кімдерді шабуды басшылық жасаған жоқ қой. Ол жалпы нұсқауын берді. Ал енді соны 2 есе, 3 есе қағындырып орындаған жаңағы Қандықол, Шолақ белсенділер және оның жоғары жіктегілер, орта, соның ең аяғында Жапон шпионы болып атылғандар бар. Жапонның не екендігін, қандай ел екендігін, ол қайда екендігін естімеген адамдар да Жапонның шпионы болып атылып кетті, мысалы. Осында, ал енді біз енді тәуелсіздік алдық. 91 жылдан бері қарай. Мен ылғи да осы үлкен форумдарда болсын, шағын кездесулерде болсын, ғылыми кеңестерде болсын, басқа сұларда осы әңгіме болғанда ылғи да айтам. Ағайындар, ғалымдар, енді мен көбінше осы тарихшылармен, әдебиетші журналистермен араласамыз ғой, енді жұмысымызға байланысты. Тәуелсіздікті алдық, бөркімізді аспанға лақтырдық. Тәуелсіздікті алған Қазақстан бар. Ал осы тәуелсіздікті кімнен алдық дегенге жауап берген бір адамды әлі естіген жоқпын дедім. Назарбаевтың заманынан бүгінге дейін алушы бар, берушінің аты жоқ. Ресми түрде берушінің аты жоқ. Яғни біз тәуелсіздікті кімнен алдық дегенге келгенде біздің дыбысымыз ішімізге түсіп кетеді. Біз патшалық Ресейден, оның мұрагері советтік кеңестік империядан алдық деп айтуға біздің жүрегіміз дауаламайды. Осындай да шындық бола ма? Осындай да принцип бола ма? Осындай да тәуелсіздік бола ма? Алушы бар, беруші жоқ. Беруші болу үшін оның атын атау керек, оның бізге біз отарланған елден босап шыққан адамбыз ғой. Сонда отарлаушы кім? Отарлаушының аты жоқ. Міне біздің осы 30 жылдан бері қарайға мына қуғын сүргіндерді құрбандарын еске алу болсын, басқа да біздің Қазақстан тарихын жазудың барысында, әсіресе советтік кезеңді жазуда біздің сүріне беретініміз, мылқау болып сөйлей алмай қалатынымыз, керең болып ести алмай қалатынымыз советтік дәуірдегі зобалаңның авторларын, оның қылмыскерлерді біз атай алмаймыз. Ең аяғы Сталиннің өзінде жөндеп айтпайтын болдық кейінгі уақыттарда. Демек, бұнда үлкен принциптен біз тайғандықтан, яғни ақиқаттың бетіне түзу қарай алмағандықтан, баяғы сол орыс отаршылдығының зардабынан әбден ығыр болған, қорқып үрей қалмаған бейшара халықтың жоғарыдан төменге дейінгі кейінгі ұрпақтары сол бейшара күйінде әйтеу бірдеңе істеу керек сияқты. Онысы сол қуғын сүргінді құрбандарын жылда бір еске алып қойса, соған кітап шығарса, соған бір конференциялар ұйымдастырса, сонымен ол мәселе бітетін сияқты. Ағайындар оның ештеңе бітпейтіндігін біз көзіміз көрді. Біз отаршылдықты әшкерелемей, советтік империяның отарланған, соның отар екендігімізді алдымен мойындауымыз керек. Содан кейін барып біз тәуелсіздікті солардан алған боламыз. Біз жұртта қалған тәуелсіздікті бәрі 15 республика жан-жаққа кеткенде ең соңында жұртта қалған тәуелсіздікті алғанымызға намыстанбай қояйық.
әйтеуір алдық қой не болса да. Бірақ осы кешегі бірінші секретар президент болды, обком секретары әкім болды, аудан секретары әкім болды, тақтай ауысты. Есіктегі жазу ауысты, бірақ адам ауысқан жоқ. Адам ауыспады деген сөз адамның миы, адамның жүрегіндегі, адамның бүкіл тәрбиесіндегі бұрынғы нәрсе сол күйі сақталып қалды деген сөз. Ол есіктегі жазудың өзгеруінен, мәнсаптың, әкімшіліктің, тағы басқа құрылымдардың атының өзгеруіменен тәуелсіздіктің келе қоймайтындығына осы соңғы 30 жылда көзіміз анық жетті. Мәселен 86 жылғы қандау қырғын күні бүгінге дейін өз бағасын толық алған жоқ. Сол кездегі қанды қолдар, министрлер, заң орындарының адамдары, жоғары оқу орындарының ректорлары, обком секретарлары, завод фабрикадағы қызыл жаңағы қанды қолдар біреуі де жасалынған жоқ. Осы 86 жылғы жәбірленушілер болды, жәбірлеуші жоқ тағы сол жаңағы тәуелсіздік алушы бар, беруші жоқ болғаны сияқты. Осы 86 жылғы осы қырғын ұйымдастырылып, өз қолымен адам өлтіргендерді, немесе жүздеген адамды түрмеге айдап, мыңдаған баланы оқудан қуалаған адамдардың қайсысы жазаланды? Біреуі жазаланған жоқ. Ал одан кейінгі мынау Шаңырақтағы қырғын, Жаңаөзендегі қырғын, кеше ғана болған қаңтар қырғыны. Осының да бірде-бір кінәлі адам жоқ қой. Нұрқаділов пенен Алтынбекті ит жатып өлтірген Назарбаев екенін жұрттың бәрі біледі, бірақ ол ресми түрде айтылмайды, мойындалмайды, айыпталмайды олар. Міне біз осындай жағдайда қуғын сүргін құрбандарын еске аламыз деп өзіміздеріміз алдап, халықты алдап, жоғары төменді алдап, төмен одан төменгісін алдап, біз отчет үшін өмір сүріп жатқан бір елдің образын жасадық. Шын мағынасындағы қуғын сүргінді айыптаушылар, қуғын сүргін құрбандарын еске алып оларға құрмет қылу үшін менің ойымша біз мұсылман мемлекетіміз, о зайырлы дейсің ба, тағы бірдеңе дейсің ба, не десең о дей бер, біз мұсылманбыз. Қанапия мазхабында ұстанып келген мұсылмандардың ұрпағымыз бүгінгі. Құрбандарды еске алу үшін алдымен осы соларға Құран бағыштаудан, соларға арнайы мешіттерде, мекемелерде, мемлекеттік деңгейде солардың рухына бағыштап Құран оқып, солардың аруағынан біз кейінгі осы зобалаңды шығарған елдің ұрпағы ретінде солардан кешірім сұрауымыз, арылуымыз керек еді. Ондай ештеңені көрген жоқпын. Ондай ештеңені көрмек түгіл, кезінде мынау қаңтар оқиғасы туралы, желтоқсан оқиғасы туралы бір керемет фильм болған, документарный. Соны да көрсетпей, тығылып жүріп әр жерде айтып көрсетіп, кейін жоқ қылды, оны да жарияға шығармады. Кеше ғана мына қаңтар оқиғасы туралы жасалған, ашаршылық туралы жасалған бір қысқа 20 минуттық бір документарный фильмді көрсететін орын табылмай Астанадан. Қай жерге барса сөйді тоғы өшіп, бүкіл зданияның бәрін қап-қараңғы қылып. Бұл енді кемін кішірейтіп айтқанда бұл жігіттікке, еркектікке жатпайтын ұсақтық. Бірейтіп айтсаң, бұл нағыз опасыздық. Неге? Сенің мына ұйғырларда бір сөз бар ғой, ішің ауырмаса қарбыз жаудан қорықпа деп. Сенің арың таза болса, сенің оған аруақтардың алдында да, бүгінгі ұрпақтың алдында да арың таза, қолың таза болса, неден қорқасың? Ол 20 минуттық зобалаң құрбандарын көрсететін дүниеден не таптың соншалық қорқып кететіндей?
бұл мемлекет сол қалалық өкіметтің басшылары әрине Ақ үйдің нұсқауынсыз бұл нәрселерді істемес еді ғой. Міне осының бәрін ойлағанда біз өзіміз алдап қашанға шейін өмір сүреміз деген сұрақты қоюға мен мәжбүрмін. Жалпы енді мынау кешегі кеңестік империяның дәуірінде болған қуғын-сүргіннің біз қаншама тарихи кітаптарын жазсақ та бүгінде сол құлдық идеядан арыла алмай келе жатырмыз деуге негіз бар ма? Әрине, одан басқадан іздеудің қажеті жоқ, дәл содан іздеу керек. Мәселен, осының себебі не десең, біз түбегейлі тәуелсіздік жолында істелуге тиісті істер істегеніміз жоқ. Яғни, бізде отарсыздандыру саясаты жүрілген жоқ. Ең пәленің басы осында. Егер біз отар елден тәуелсіздік, отарлаушыдан тәуелсіздік алған болсақ, бүкіл әлемдегі тәжірибе бойынша күні бүгінге дейін жүргізіліп келген. Ең алдымен отарсыздандыру саясатын жүргізуіміз керек еді. Яғни, Советтен қалған, бағанағы патшалық Ресейден қалған отарлық, империялық зобалаңдардың бәрін әшкерелеп, сол адамдардың тиісті соны жүргізген адамдарды айыптап, соттап, ататын болса атып, болмаса 25 жыл мәңгілік түрмелерге қамап, халыққа көрсетсек біз. Бұл мұның сұрауы болады екен ғой. Қанша жерден оны жасырғанмен бәрібір мұның сұрағы болады екен ғой. Бұл дүниенің қарызы о дүниеге кетпейді екен ғой деген бір сананы халыққа сіңірсек, біз кейінгі мұны осы 30 жылдан бергі қанды қырғындарды, неше түрлі зобалаңдардың айыптыларын жеркесінен ұстап отырып, шашынан ұстап отырып, лақтырып алаңға лақтырар едік біз оны. Өйткені бұның себебін мен зерттеп көрдім. Мұна советтік зобалаң заманында билік басында отырғандар, олар кеткеннен кейін оның ұрпақтары билік басына келді. Кешегі 30-40 жылдардағы билік басында отырғандардың ұрпақтары солардың орнына келді. Өйткені о заманда халық жаулары, жаңағы неше түрлі айыппен айыпталған адамдардың балаларын оқытқан жоқ. Оқытпақ түгіл мектептің өзінен аластап жіберді оларды. Оқыған кімдер болды? Оқыған сол жаңағы партияның қызыл коммунистердің балалары болды. Белсенділердің, шолақ белсенділердің балалары болды. Мен солар келді билікке. Олардың мына тәуелсіздіктің тұсында соның балалары, соның замандастары билік басында отырды. Кешегі Назарбаевтың айналасын түгел қара, түгел сол бұрынғылардың ұрпақтары. Әзіргі 30 жылдан бергі кім? Назарбаевтың мафиясының, Назарбаевтың кландық, отбасылық диктатурасының нанын жеп, суын ішкен, дүниенің 70 жылдан бергі совет халқының, немесе қазақ халқының жиған терген табанет маңдай тері қанымен жаныменен жасаған байлықты бір актіменен жекештендіріп алды да миллиардерлер болып, бүгінде әлемдік миллиардерлердің тобында біздің қанша адамымыз жүргендігі белгілі болды. Қазақстанның бүкіл байлығының қанша отбасының меншік екендігін үкімет өзі жариялады. Міне осының бәрін не десең, жаңағы мына кезінде Қытайда бір мәдениеттің көрісі кезінде ұран болған. Лаузы юңшың архаухан, лаузы фәндің архондан деген. Оның мағынасы? Оның мағынасы, атасы батыр болса, баласы да батыр болады. Баласы жын шайтан болса, баласы да жын шайтан болады деп. Сондағы олардың айтқаны, мына коммунистердің балалары. Мықты кешегі Қытайдағы билікті отаршылдықтан құтқарып бүгінгі әкелген
Сол батырлардың өзі және оның балаларына тиісуге болмайды. Жаңағы бар бәле анау әлгі Қытайдағы ұзын ырғасы 50-60 саяси қалпақ бар. Ең негізгісі әлгі 4 қызыл, 4 қара деген. 4 қызыл деп отырғаны коммунист белсенділер, кедейлер, жарлылар, қара деп жүргендері сол бай, манаптың балалары, мәнсаптылардың балалары бұрынғы ертедегі. Міне соларды бір-біріне қарсы қою арқылы. Ал енді бұл жақта да дәл солай осыны бізге әкелетін болсақ, коммунистердің уағындағы коммунистің балалары, коммунистерді қызыл, жақсы батырлар, оның балалары да соның жалғастырушысы, бүгін соның мұрагерлері. Билік басында осылар отырғанда қандай реформа, қандай жаңа Қазақстан туралы әңгіме айтуға болады. Марқұм Мұхтар Мағауиннің бір сөзі бар, соңғы кезде айтқан. Ескі Қазақстан мен жаңа Қазақстанды, ескі Қазақстанның адамдарымен жаңа Қазақстан құруға болмайды деген. Міне түйін шындық осы. Ескі Қазақстанның кешегі осы Совет өкіметінің қызығын, шыжығын, жақсылығын бәрін көрген адамдардың ұрпақтарымен біз жаңа Қазақстан құрамыз десек, бұл шынында өзіміз алдау және бүкіл халықараның алдында ұятқа қалу. Логика деген болу керек қой, мәнтиқ деген. Қалай сен кешегі қылмыскерлерменен бүгін жаңа Қазақстан құра салмақшысың? Сондықтан бізге түбірлі өзгеріс керек дейтініміз, түбірлі реформа, түбірлі жаңа кадрлар арқылы, басқа кадрлар арқылы, Құдайға шүкір, болашақпен оқымаса да, басқаға сол ақ үйде айналасында жұмыс істемесе де, ел ішінде небір азаматтар жүр. Солар қолына билікті беріп, мына жалған сайлауларды тоқтатып, депутаттарды ақтерін көктері қып, қолдан жасамай, депутаттарды халық өз ішінен сайласа, әкімдерді халық өзі сайласа, жаңа адамдар дүние өзінен өзі келеді. Оған барып атқан өкіметті көріп атқан жоқпын мен. Сондықтан бұл мәселені саяси қуғын сүргіндердің еске алу мәселесі, бұл еске алумен ғана болмайды. Сол қылмыскерлердің бетіне қара көзін жағып, аластап арамыздан жаңа адамдардың билік басына келуіне, елдің алдына шығуына жағдай жасасақ қана, бұдан нәтиже шығады. Әйтпесе, осы біздің мына тарих институты 3 жылға жоспарлап отыр, 20 томдық осы қуғын сүргін ашаршылық кезіндегі тірі куәлар және олардың ұрпақтарының естіген, көрген естеліктері бойынша әр облысқа 1 томнан, 3 үлкен қалаға 3 том, жалпы 20 том кітап шығару жөнінде тапсырмалы әзір жұмыс істеп жатырмыз. Ал енді бұл өте жақсы жұмыс қарасаң. Шын мәнінде, бірақ осыны біз жарты ғасырдан емес, бір ғасырға таяу 54-тен есептесек, осы санап келетірміз. Әсіресе осы биылғы санақтар бойынша қарасақ, тіпті нақтылай түсеміз. Миллиондаған адамның құрбаны болғандығы, миллиондаған адамдардың шетке қашып жан сақтағаны, сонда айналдырған бір 7-8 миллион қазақтан қалғаны 3 миллионға жетпейтін қазақ қана қалыпты Қазақстанда, қалғанның бәрі жоқ. Сонда біз мұны жұт жылдарында мал қырылады ғой. Тау-таста, сай-салада, әр жерде. Біз сол өлген малдың, жұтта өлген малдардың сүйегін
санап жүрген сияқтымыз. Мына өлген адамдардың біздің санауын жетерлік санап жатырмыз. Өліп жатыр. Өлгендердің бәрі қайда өлгендігі, қалай өлгендігі, қай жерде өлгендігі бәрі бар әзір. Бірақ осыларды сондай күйге түсірген Қандықолдардың біреуінің аты жоқ. Кешеге дейін деп айтайық. Анау Қарасартов дегендердің әулеті айғай шығарған, шәкәрімді құдыққа тастаған Қандықолдың ұрпақтары генерал, полковник бірдеңелер екен, КГБ-да, милицияда. Солар кеше 90 жылдарда сұмдық айғай шығарған. Мына Әліби Жангелдин, Амангелді Иманов, Тоқаш Бокин сияқты Қандықолдар ескерткіш әлі тұр. Сонда ол Қандықолдарда тұлға, олар апатқа ұшыратқан бейгүнә халықтың елдің ішіндегі азаматтарда тұлға. Сонда өзі не болып кетеді? Сонда бұл өзі қылмысқа жауап беретін бір тікелей сол іске атқарған адамдарды атын неге атауға болмайды? Мысалы, Әліби Жангелдинді алайық. Әліби Жангелдин орыстың гимназиясын, діни гимназиясын бітірген, жоғарыда өте алғыр адам болған. Сол мынау патшалық Ресейдің арнайы миссионерлік тапсырмасымен Қытайға барып 2 жыл Қытайда айланып келген адам. Сөйтіп, мұны октябрь төңкерісі болғанда бұл жалт беріп Лениннің қасынан шыға келіп, аяғында бұл революционер болып, Құдай сақтасын. Ал енді Әліби Жангелдин істеді. Өзіміздің мұны батыр деп жүрген Амангелдіміз Қызыл Алашорданың адамдарына, Алашорда әскеріне қарсы, милициясына қарсы қандай қиянаттарға барды. Қызыл армияға көмектесемін деп аяғы торғайда атқа сүйретіп өлтірді. Жазасын берді. Бірақ соны біз әулие көріп бүгінгі дейін кімсің Амангелді батыр, одан қоса әкесін сатқан кеше Морозовтар сияқты батыр бала Бекболат біздің ұранымыз. Онан қоса жаңағы сол Тоқаш Бокин сияқты Қандықолдар біздің өлгіміз болып келді. Ал осыларды тұрған тұғырынан құлатып, оның орнына жаңағы құрбандардың орнатсақ, сонда біз тарихтың шындығын мойындаған және шын мағынасында қуғын сүргін құрбандарын қадірлеген болар едік. Ал біз сонда не істеп жатқанымызды мен әлі түсіне алған жоқпын. Жоғарыда отырғандар не түсінгенін білмеймін. Мен әзір ештеңеге түсініп отырған жоқпын. Басқа халықтардың не істеп жатқанын әркім өзі білер. Енді бұл жерде бәрін жоққа шығарып, ойбай ештеңе болған жоқ деп зар жылап өтіріп бірде екі қып көрсетейін деп отырған мен жоқпын. Бірақ біз бір істі бастайды екенбіз, оны жарты жолда тастамауымыз керек. Жылда бастаймыз бір нәрсені, бірақ аяғынан шыққан бір нәтиже шығарғанды көрген жоқпын. Яғни ақты ақ деп, қараны қара деп, қылмыскерді қылмыскер деп, жәбірленуші деп өз атымен атамайынша біз бұл тарихты, шындықты ашып бере алмаймыз. Келер ұрпақтың алдында біз ұятты боламыз. Бәрібір ашылады ғой ертең. Назарбаевтың кеткені сияқты әзіргі билік басындағылар да кетер, оның орнына тағы біреулер келер. Келер ұрпақ бүйтіп жалтақтамайтын ұрпақ болады. Сол кезде біз ұялып, сол қылмыскерлердің қылмысын жасырушы қылмыскер болып, олардың алдында ұятқа қалмайық ағайындар дегім келеді. Енді мынау кейде осы мына қуғын сүргін туралы сөз болғанда тағы мынандай бір сөздер айтылып қалады. Енді оның қанша тарихи негізі бар. Қуғын сүргін көрген тек қазақ халқы емес, репрессияға ұшыраған қазақ халқы емес, сол кездегі кеңестер құрамындағы барлық халықтарда болды ғой деп жаңағы ұлтқа емес, тұтас империялық тұрғыдан ғана, отаршылдық идея тұрғысынан ғана қарап,
ұлттардың өз ішінде болған қазақ халқы секілді орыс халқының өз ішінде де сондай қуғын-сүргін болды деген уәждер айтылады. Осыған қалай қарайсыз? Ол жалпы айтқанда солай. Бірақ нақтылы жағдайды зерттеген адам бұл сөзге сенбейді. Неге? Қазақ халқын осынша апатқа ұшыратудың негізгі факторы неден көрінді? Оның ғасырлар бойғы дәстүрлі тіршілік көзі болған 4 түлік мал тартып алынды. Саналы түрде тартып алынды. Тартып алып, оны енді миллиондаған қазақ малдан айырылғаннан кейін қалай күн көреді? Ол жерге байланған өзбек немесе басқа халықтар сияқты халықтар емес. Соның Сталин немесе оның айласындағылар, Қазақстандағылар соны көрмей білмей отыр ма? Біліп отыр. Малдан айыру арқылы қазақты өстіп қыруға болатындығын. Осыны кезінде бір кезде газеттерге жазылған. Осы біздің өкімет басында сол кезде жүрген бірнеше адам Сталинге жаңағы Голощекинге өстіп қазақ қырылып жатыр, не істейміз дегенде Сталин айтты деп жазған. Мен соны әзір кім екендігін есімде жоқ. Сәкен Сейфуллин бастаған бір топтар бар 33-ші, 32-ші жылдарда ма. Осыны тексеруге ауылыстаққа жібергенде, соның қорытындысы ретінде осы қырылып жатқандығын Сталинге айтқанда, ол сары пәлелерге сол керек деген сөзді айтқандығы жазылған. Яғни саналы түрде қазақты қырғындау арқылы қазақтың малынан айырылса қырылатындығын ол көріп отыр. Соның солай болды, көріп отырып, тағы оған шара қолданған жоқ. Ешқандай. Демек, қазақ халқын қасақана солай итермеледі, солай қазақ халқын қасақана қыру арқылы мына кең байтақ далаға орыстарды әкеп қаптату керек болды. Оның үстіне атпен жүрген қазақты бағындырудың мүмкін еместігін анау патша заманында да талай генералдар, талай қандықолдар айтқан, осы аттан қалай түсіреміз боларды деп. Қытайда да осы бас ауру қазақтың аттан мінген қазақтың бағынбайтындығы. Сондықтан оларды аттан түсіру мәселесі 58 жылдан бастап олар да бәрін аттан түсірді, қанаты қырқылған құстай болып, бейшара қазақ не жаңа өмірге бейімделе алмай, не ескі бұрынғыша өмір сүре алмай, бар ашуын арақтан алып, арақтан ақыр қырылып, қанша бүгінгі дейін мен Қытайға барған сайын бейіттерге құрамаққа барғанда көрем, ылғи орта жастағы адамдар, жастар қырылып атқан. Неден десең, о кезде пандемия бірдеңелер жоқ, арақтан өлген адамдар. Неге қазақ араққа құмар болды? Оның себебі қазақта басқа амал қалған жоқ. Іштегі дертті шығаруға сол арақ ішсе кішкене көңілденіп, аяғына келгенде соған бой алдырып, одан құтыла алмай қалды. Міне бұл мәселе. Ал енді осы әңгімені кейінгі кездегі естеліктерді қарап отырсаңыз, ағайынды, әке баланы сатуға дейін, бала әкені сатуға дейін, қолында қалған жалғыз сиырын немесе жалғыз қойын тартып алып, оның қасы жаңағы неден қалған астықтан орында қалған масақ теріп күнін көргендердің де масақтарын тартып алып, ең аяғы балаларға дейін. Сонда бұл ел қалай өмір сүру керек дегенді ұйымдастырып атқан, ойланып келгенде сол қазақтың өзінің шолақ белсенділері, бригадирлер, белсенділер, ауылнайлар, оның қасы жаңағы КГБ, сол кездегі ОГПУ-ға сатылған белсенділер. Міне қазақтың қолымен қазақ қырылды.
Оның себебі жаңағы оған себеп дайын тұр. Күнкөріс көзі қалмағаннан кейін адамдар неше түрлі жағдайға барды, неше көтерілістер де болды, бәрі қанмен жанышталды, қанға боялып. Міне осы бұл мемлекеттік тұрғыда Голощекинді жіберу Қазақстанға кіші октябрь жасау деген мәселені дін шығып отыр бәрі. Ал Голощекиннің келуіне кім себепші? Голощекиннің келуіне өзіміздің жаңағы осы күнге дейін мақтап жүрген, әулие көріп жүрген жақсыларымыз Сәкен Сейфуллиннің Таржал тайға көшуін оқығандарың болсаңдар білесіңдер. Сондағы Голощекиннің столмен кітабының біреуі Таржал тайға көшу болған. Соның ішіндегі алашордашылардың, байқұлақтардың, молдалардың, ишандардың тізімі Голощекиннің дайын кітабы болған. Жазалауға дайындалған адамдардың тізімі Таржал тайға көшудің ішінде тұр. Онан қоса өтірік деп ешкім айта алмайды. Нақты факты Сәкен Сейфуллинді, жаңа Тұрар Рысқұлов та Сталиннің алдына екі реттен кіріп, бізде октябрь төңкерісінің ешқандай әсері болған жоқ. Бізде баяғы сол алашордашылар мен байлар, билер, ауылдың ақсақалдары билеп отыр. Ешқандай өзгеріс жоқ. Егер де бұны бізде осы жаңа өмірді қалпына келтіру үшін, орнату үшін бізге тағы осындай үлкен өзгеріс керек. Бұналардан құтылмай біз ешқандай октябрь революциясының әсері болмайды деген нәрсені жазғандығы архивтен шығып жатыр ғой. Оны қалай жоққа шығарасың? Сол тілегеніңе қарай Голощекинді жіберді. Голощекин сосын білгенін істеді. Оны Сталин барынша қолдап отырды ана жақтан. Оны біздің төмендегі шолақ белсенділер оған артығыменен көмектесіп, бірін-бір атып, бір шабатын, бірін-бір аямайтын қылмыстық айыптаулардың материалын дайындап берді. Үштіктің қолына өткізді. Сол үштік ешқандай тергеусіз, сұрақсыз-ақ ата беретін оларға билік берілді. Міне осыдан барып, осы қанды қырғын, қуғын сүргін, зобалаң қуғын сүргін менен жаңағы аштық мәселесі. Енді мына бүкіл әлемде тәжірибе бойынша осындай үлкен нәубеттерді қалай бағалау керек дегеннің әлемдік тәжірибесі бар, жетеді. Мұны кімдердің өзі, украиндардың өз кезінде осы мәселені дәлелдеді. Еврейлер, екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі еврейлердің қырғыны жөніндегі әлемдік деңгейде өзінің бағасын беріп ақтауын жасады. Бұл не десеңіз, геноцид деген бұл. Геноцид деген бұл бір халықты, бір ұлтты, бір топты немесе түбірімен жоқ қылып жіберу, жойып жіберу деген мағынаны береді геноцид деген. Оны қазақ зұлмат деп жүрміз, бұны жаңағы зобалаң деп жүрміз. Оны қалай атасақ солай атала берсін, мағынасы бір уақ. Сталин жалпы коммунистік жүйе, социалистік жүйе халықты тапқа бөлу, тап күресі деген сұмдық зобалаң, бұлардың қаруы. Ол тап деген не? Бай мен кедейдің арасындағы күрес. Қазақ халқында кезіндегі алаш ардагерлерді қанша жазды, осыны бізде тап күресі деген әңгіме жоқ. Бізде ауыл болып, ұру, ағайын болып күн көріп келген, бір-біріне қарасқан, бір-бірін жұртқа тастамаған, бір-бірін шетке қақпаған,
біз қауымдық құрылыспен өмір сүрген халықпыз. Бізде ешқандай тап күресу мәселесін қолдануға болмайды деген нәрсені ашық айтты. Аяғы соның зардабын тартты. Ал мына Қытайда осы пәленбай ұлт бар. Осы ұлттардың ішіндегі ең бір үлкені, көбі бір 14-15 ұлт Қытайдан басқа. Ал енді ар жағын қоласаң, жалпылай айтқанда бір 60 неше ұлттың атын атайды. Осы мәселе туралы әңгіме болғанда, мынау 63 жылы бір шетелдік американдық бір тілшіге берген жауабында Маузудың айтады: сіздерде таптық күрес мәселесі қандай, ұлттық мәселе қалай шешіліп жатыр деген сұраққа Маоның берген жауабы бар. Мао өмірінде ұлт мәселесі жөнінде 2 ауыз сөз айтқан. Сонша басқа халықтарды билеп төстеп отырып, оның мүддесі туралы оның басқа айтқан жоқ. Сонда 63 жылға кейін біз атап кеткен Люсам Баба дейтін ұйым болған. Яғни 63-ші 8-8 деген. Ол не? 1963 жылғы 8 айдың 8-ші күні Маузудың ұлт мәселесіне берген жауабы. Ұлттық мәселе сайып келгенде таптық мәселе. Бітті. Ұлттық мәселе, яғни ол таптық мәселе болса, яғни ұлттық мәселе деген жоқ деген сөз. Таптық мәселе ғана бар деген сөз. Міне бүкіл осы соңғы коммунистік жүйе өмір сүрген елдердегі, әсіресе Қытайдағы бүкіл күрес, қырғын, жаныштау, тазалау, айыптау, жазалаудың бәрі осы таптық күрес мәселесінің төңірегінде ғана. Ұлттық мәселе бойынша арнайы жүргізілген ештеңе жоқ. Міне осы жүйе советтік, маркстік, лениндік, сталиндік, оның кейінгі мына советтік кейінгі жоғары басшылықтың ұстанған принципі. Міне осының зардабын бүгінгі дейін біз тартып келетірміз. Бұл қазақ халқын басқа халықтар неге қырылмады, неге оларда бұндай жағдай болмады дегенде, бұл қарапайым апанып тұрған нәрсе ғой. Қазақтың күнкөріс көзінің бәрін тартып алса, қазақ қырылмай кім қырылады? Ал енді отырықты ел айту бірдеңесін неге қоймаларында бірдеңелері бар, қалған құтқан. Сонымен жан сақтады. Ал қазақ немен жан сақтады? Сіз айтын Москва білмей отыр ма? Сол кездегі біздің жоғары басшылықтар білмей отыр ма? Сол жаңағы Голощекин сияқтылар білмей отыр ма? Міне бұл арнайы қазақ халқын аттан түсіру, қазақ халқын күнкөрістен айыру арқылы оларды геноцидке ұшыратты. Ұлт ретінде жоқ қылып жіберуге тәуекел еткен компартияның саясаты, советтік жүйенің саясаты. Яғни советтік империяның, зұлымдық империясының құрбаны болған халық. Сондықтан бұл зобалаң. Ал енді осы зобалаң екендігі біздің тарихшылардың да, саясаткерлердің де бәрінің де әр кезде айтылады, зобалаң болды деп, яғни геноцид болды дейді. Ал енді геноцид болады екен, геноцидтің дәлелдеу керек қой. Құныкерлерді табу керек. Кім осы геноцидті жүргізген? Солардың бетіне қара көз жағып, солардың тарихтағы зобалаңдарын бір-бірлеп ашу арқылы нақақ өлтірілген, өлген, құрбан болғандардың абыройын қалпына келтіру деген сөз ол. Сондықтан геноцид айтса, қазір геноцид десең, жоғарыдағылар без ете түседі. Геноцид айту үшін жаңа орыс империясын кінәлау керек, яғни орысты кінәлау керек. Енді империяның иесі орыс болса, орысты кінәласа не болды? Демек, ол құрттың атын жаңылтып мата қойғанмен одан мағынасы өзгермейді ғой.
империя кімнің империясы? Патшалық Ақпатшаның империясы. Мұны кешегі советтік Ресейдің империясы. Демек, геноцидке жауап беретіндер қонекерлер. Міне осылар. Біз миллиондаған ата-бабамыздың қонын осылардан даулауымыз керек. Даулағанда олардың бір алтын күмісін немесе долларын санап алу деген мәселе емес, тартып олардың дүние мүлкін тартып алу деген сөз емес. Ақиқатты, шындықты тарихтың бетінде шығару керек. Енді ұрпақ осындай зұлматтың сұрауы болатындығын, оның құныкерлердің жазаланып айыпталатындығын, тарихтың ақырет сандығына лақтырылатындығына көз жетсе, кейінгі ұрпақ біздің бұндай зұлымдыққа жол қоймас еді. Біз айтып жатқан нәрсеміздің бәрі айланып келгенде болашақтағы осы геноцидтің қайталанбауы үшін жасалатын батыл қадамдар, батыл іс-шаралар. Онсыз біз әлгі орысшаның текущий ремонт, майда сылақпен, бояқпен ремонт жасап, онымен біз ұзаққа барамаймыз. Рахмет. Енді мынау бүгінгі қуғын-сүргін құрбандары күніне орай, қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күніне орай өз ойыңызбен бөлістіңіз. Тарихшы ретінде талай тарихтың көзін, сөзін сөйлеген бүгінгі қайраткер ретінде және көзіңізбен көрген екі империяның тепкісін сезген азамат ретінде пікіріңізді айтып жатсыз. Шынында да мынау біздің империяға жалтақтаушылық көзқарасымыз қазірге дейін міне кеңестік империяға кеше қалай жалтақтасақ, орыстық отаршылдыққа қалай жалтақтасақ, қазірде Путиннің Ресейдің қабағына қарау әлі де толық арылып болған жоқ. Демек сіз айтқандағыдай біз жаңағы империя иелерінің немесе жауыздықтың түп төркіні, зұлматтың түп төркіні, геноцидтің түп төркіні кімнен қалай келді деген мәселені әлі де қазып аша алмай жатырмыз. Алдағы жерде ұрпақтар оны ашады деп ойлаймыз. Жоқталмаған арыстарымыз әлі де жоқталады деп ойлаймыз. Еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын. Келелі ой пікір білдіргеніңізге көп-көп рахмет. Рахмет.